Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біз мектебіміздің кітапханасының қорында сақталған Семей ядролық сынақ тақырыбына арналған кітаптардан құралған аса маңызды стратегиялық объектісі болды. Сол заманда Қазақстан аумағында атом бомбалары саны өтті. Ол үшін арнайы 38 миллион жер бөлініп, Семей сынақ полигоны ашылды. Атом бомбалары жалғызсай өте сұмдығы болды. Бастапқысында адамдарға, тікелей табиғатқа заданын Құрметті қонақтар және қадірлі оқырмандар, құрметті құрбандар, сол тарихи шекті әр қырдан ашып көрсетеді. Ең алдымен бізге медеу сөздерден Семей қасиеті атты кітабы бар. Ғылыми дәлдікпен адам тағдыры қатар өрген бұл еңбекте тарихи аңға толы құнды дүние. Жалмады, айдаһар өрт жаппай маңды, барлығы төңіректің отқа айналды. Қаптаған қарағайым шоққа айналды, жүрегім шошынғаннан соқпай қалды. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар мен оқушылар. Бүгін біз қазақ халқының жүрегіне өшпес жара салған Семей ядролық полигонының жабылғанына 35 жыл толуына орай өткізгелі отырған ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат бағдарламасы аясында қазақ халқына келген қасірет тақырыбындағы ашық іс-шараға жиналып отырмыз. Бүгінгі іс-шарамызда ардақты ардагерлер, қонақтарымыз қатысып отыр. Ел үшін еңбек етіп, саналы ғұмырын отанға қызмет етуге және болашақ өскелең ұрпаққа ата-баба дәстүрін насихаттауға арнаған ардагерлерімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Каримова Гүлнар Ақойқызы, қалалық ардагерлер кеңесінің әдістеме бөлім меңгерушісі, комиссия төрайымы. Қалалық ардагерлер кеңесі мүшесі, ынтымақ ауылы ардагерлер төрағасы Әликеев Абдулла ағамыз. Ғарышкер шағын ауданының төрайымы, Сарқан ауданының құрметті азаматы Шаңғожанова Нұртай Уәлиқызы. Қалалық ардагерлер кеңесі мүшесі, әжелер төрайымы Сейтқұлова Дәнегүл Рахымқызы. Қалалық ардагерлер кеңесі мүшесі, білім бөлімі орынбасары Сағатбекова Назипа Қапанқызы. Қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының бірінші орынбасары Қожабек Мұратбек Қалбекұлы. Сіздер кешегінің куәсі, бүгінгінің тіректегі ұрпаққа үлгі болатын асыл жандарсыздар. Сіздердің төккен терлеріңіз бен еткен еңбектеріңіз ел есінде. Өмір жолыңыз тағылым, айтқан ақылыңыз біз үшін бағыт. Сіздер барда біз баймыз, сіздер барда тарихымыз тірі. Қош келдіңіздер. 1949 қара күн, тамыз еді тітіркенді бар әлем, жарылыс боп жай түскендей далама, қайғы басты қазақ жерін аламын. 1949 жылдың 29 тамызы. Бұл күн қазақ даласында ажал оты тұтанған күн. Семей жерінде алғаш рет ядролық сынақ жүргізілді. 1949 жылдан 1989 жылға дейін Семей жерінде 456 ядролық сынақ жүргізілді. Оның 116-сы ашық аспан астында, 340-ы жер асты. Бұл сынақтар бейбіт халықтың үстінде еш ескертусіз, еш қорғансыз өтті. Радиацияның салдары мыңдаған адамның өмірін жалмады. Онкологиялық, тұқым қуалайтын аурулар көбейді. Мүгедек балалар дүниеге келді. Табиғат пен экология орны толмас зиян шекті. Бұл сынақтар миллиондаған адамның өміріне әсер етті. Жүздеген мың адам радиация зардабын тартты. Қатерлі ісік, түрлі аурулар, кемтар балалардың осының бәрі полигон қасіретінің салдары. Жарылды аспан, жылады жер, қасірет шекті қайран ел, сынақ болды тағдырға қайда дер. Сахнада Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейне әңгімесі бойынша трагедиядан көрініс.
әлгі түйеде мазасынан кеткен соң алып шыққаным ғой. Сеніп қалсын деп. Сонда қанша сом аласың? 16 сом ғой алатынымыз. Осыншалық мүгедек бола тұра алатыны 16 сом ба? Жоқтан гөрі жоғары. Осыған да шүкір. Жарты мөлшер күн алсақ та, өлмесінің күнін көріп отырмыз ғой. Саған да қиын болды. Өсіп қалғанда да жігіт. Жарым баланы бағып қағу оңай емес қой. Өткенде бүкіл мүгедектерді жиып теріп алып кеткенде соларға осы жүрмедім бе? Өзіне де жеңіл болатын еді. Оларды қайдан апарып не істейтін белгісіз. Ішімнен шыққан шұбар жылан ғой. Көзім жәудіретіп қалай өткіземін? Тағдырдың басқа салғанын көреміз. Сенікі де дұрыс. Анаға тира, жиын сілесі. Ләйләні қарап отыр ғой. Ләйләнің өспей қалғаны болмаса, ақыл-есі дұрыс қой. Оныкі қай бір рахат өмір ғой дейсің? Жасы 17-ге келсе, бой 2-ші сынып оқушы сияқты. Жер шебіріне жететін жатады. Ал сенің балаң еркін өсіп жатыр ғой. Ләйлә әбден жасқаншақ болып қалған. Сау балалардан кейін болмай, өсіріп, тәрбиелеуге тырысып жатырмын. Сөйлей алмаса да, өзі өнерге жақын, домбыраны тартып үйреніп алды. Әлібек, жаным, апайларыңа домбыра тартып берші. Рахмет. Біз жеткенше почта жабылып қалады. Сау болыңдар. Сау, аман бол. Жарылыс! Оймаймыз! Қаршындар! Алып саңынан құлап саңғыдан қаш! Ой, бұл бишара шөкішай. Оны неменеге аяп қалдым? Өз баласын өлтірген қатыгез емес пе? Құбыжық бала туғанда шошынғаннан ес аузып, жынданып кеткен ғой. Әйтпесе, қай ана өз баласын өлтіреді, Құдай басқа салмасын ондайды. Мына жарылыстардың кесірі ғой бәрі. Адам да, мал да құбыжық болып туылып жатыр. Көрмек түгілі, естуге де қорқынышты. Әй Ләйлә, сөз қыпайды не деген есуас қызсың. Кеш батса сайға барып айға қарайсың да отырасың. Қозыларды дұрыстап бар, сенде бір бәле болды ғой басыма. Бар шары. Не болып қалды Ғатира? Ләйлә тағы не жазды? Ой, сендер қайдан келе жатырсыңдар? Егер сөз қыпай кететін болмаса, қолғанатым ғой менің Ләйләм. Жаңа шөкшөтіп кетті бұлай қарай. Соны әңгіме қылып тұрғанбыз ғой. Қойыңдаршы, шөкішті жаңа көрдіңдер ма? Менің сендерге жақсы бір жаңалығым бар. Жалғыз ұлым үйленейін деп жатыр. Әңгіме көп. Жүріңдер үйге, шай қояйыз. Ой, құтты болсын. Бұл ауылда той болмағалы қай заман. Үйде не істейміз? Мал келгенше құдалықтың әңгімесін не істейік? Кеттік, жүріңдер. Жылаған не жылан? Жылан! Ай, жылама дедім ғой мен саған! Ойбай! Ойбай! Жыламайсың ба? Жыламайды. Жылама. О, Сарығай, тағы келдім кездесуге сенімен. Сарығай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезім
көрген сайын мұны алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма? Солай ма еді жарығай? Сырласың да, мұндасың да сен ғана айтшы, өзің айтшы. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін өзі? Өспеймін ба енді мен? Мәңгілік бала кейіппен қаламын ба? Алыстамаш, асықпаш, тыңдайтыншы. Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Естимісің? Ең қызығы, сүйкімді, әп-әдемі қыз болғым келеді. Жарығай, мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмаса, үмітімді сен ақтарсың. Жарығай, мен де сен сияқты көкте болғым келеді. Ей, Жарығай, қарашы. Жұрттың бәрі маған тамсанып қараса, әншейінде мені мазақ, қылжақ еткен бұрынғы қылықтарын аялып, қараудың адамдары кезек-кезек. Ләйла, шырағым-ау, біздің үйге келіп дәм ауыз дейді. Ей, ерке қыз, жеңгеңнің саған сақтағандары бар, біздің үйге келеді де ұмытпа. Деп бәрі бәйек болып, артымнан еріп жүрсе. Ойбай-ай. Ой, Ләйлә шырағым-ау, деп айтады дей ма? Ойбу! Ерке қыз деп айтады дей ма? Жақсы көре қойсын сені. Қарауылдың адамдары, қарауылдың қатындары. Сені мына түріңнен шошып, сені мүгедек көріп, сені қор көрер. Тек қана қарауыл емес, бүкіл қазақ сені адам құрлы көрмес. Адам құрлы көрмес. Судай жаңа көйлегім болса, дүп-түз аяғыма қара туфли жарасып тұрса. Түрім дейсің бе? Түрім әдемі, сұлу. Кім сияқты дейсің бе? Кім сияқты дейсің екен? Розарымбаева сияқты сұлу, сыңғақ бойлы, аққұба қыз Ләйла келе жатса. Әдемі ғой, я? Айтшы, әдемі ғой. Қандай әдемі қыз деп жұрттың бәрі таңғалса. Ойбай, жейімді қатырды мұна. Ойбай-ай. Роза Рымбаева сияқты болам дей ма? Ойбай. Ей, шіркін. Қатираның таяғынан қашып, насайға келіп күнде мұңын айтатын байғұс. Анасын сағынып, зарыққан байғұсым-ау. Кімге мұңыңды шағасың? Мына тәңірге ме? Жоқ мына айға ма? Жоқ мына маған ба? Ей, Жарығай, білесің бе Жарығай? Жақында біздің үйде той болады. Қатира тәтемнің қаладағы бала селенем депті. Сол күні менсіз жалғыз өзің қаласың терең сайда. Шүкіш, мұнда не қылып жүрсің? Қорықпа менен, кеп. Ананы сағындың ба? Я, екеуің жұбы жазылмас дос болсындар ғой. Қатира айтқан, шіркін екеуі де әнші еді деп рас па? Құлыным-ау. Екеуміз мұң зары таусылмас. Әрқашанда бірге жүретін, әрқашанда ойнап күліп, езуінен күлкі кетпейтін бір керемет дос едік қой. Шырағым-ау. Сөйтіп жүріп бірге өстік. Бір күні осы сайда екеуміз сырласып отырғанда, анау тұстан үлкен саңырау құлақ сияқты бір отқа оранған, түтінге оранған бір саңырау құлақ сияқты бір үлкен нәрсе көрінді ғой.
екеуміз отырдық та соған қарап ойладық. Қандай керемет көрініс, қандай ғажап көрініс деп ойлаппыз ғой. Содан кейін біраз жылдан кейін екеуміз де бірдей тұрмысқа шықтық. Екеуміздің мысалы содан сен дүниеге келдің ғой. Дүниеге келдің. Одан кейін мен Шатырсың сен. Ана емессің, апам емессің. Қорқам сенен, қорқам. Мені де өлтірген деп. Жаным ау, сені өлтірдім. Шынымен өлтірдім. Жоқ, бұл күнә емес. Бұл күнә емес. Жоқ. Мына жан-жақтағы бәрі кішкентай сәбидің орнына құбыжық туып жатқанда өлтіру деген күнә емес. Өлтіру күнә емес. Ол парыз. Парыз. Күнә емес. жиналып жатыр. Қайда кетті мына қыз? Тағы қаңғып кетті ма? Қайда жүр мына қыз? Осы уақытқа дейін қайда болдың? Қайда отырдың ба? Тойға қонақтар жиналып жатыр. Мына түрің не? Кім бол? Кім мына көйлекті? Әкел бантигіңді тағайын. Тақпаймын батысы. Мен кішкентай бала емеспін. Мына көйлекті де кимеймін. Тойға да бармаймын. Осы жерде ешкімге көрінбей тыныш отыра берейінші. Жамандықтың белгісі емес, жақсылықтың, сұлулықтың белгісі болып қалғым келеді. Қайдағы сұлулық саған бишара? Түріңнен адам қорқады. Басыңды қатырмай киім бол. Тақпаймын. Бас жияр, бишара. Сенің мейіріміңді, ыстық алақаныңды сағындым, апа. Апа, сумақай тілмен, жұмбақай көзден тартынып өмір сүргенше, өкінішпен өртеніп, күл болғанша, жүдеген жанымды мәңгілікке ала келші, апа. Қалғанда өнер шығардың той үстінде. Тұр тез. Ойбай, мына бейбақ өліп қалған асау. Құдайым, өліп қалыпты. Енді қайттым. Қап, дәл той күні қыз жия қалғанын көрмеймісің? Қасиетсіз неме. Той күні ат үсті өлімді кімге хабарлайсың? Жата тұрсын, Әзеке, жата тұрсын. Менен басқа ешкім көре болған жоқ. Өмір бойы күткен тойыңды бұза алмассың сен сорлы. Мына Қатира қайда жүр? Қатира, той құтты Той болсын. қыстырмассың. Той далада, палаткада. Үйде ешкім жоқ. Жүріңдер далаға. Балам, бұл жер жай ғана дала емес. Қазақтың көз жасы сіңген, қаны тамған, жүрегі жарылған қасиет. Мен көрдім, шашылықты көрдім. Қазасыз қалған үйді, ананың емшегінде сүт емес, сары қалған күнді көрдім. Бір өзім нан үшін жанын саудаға сатқан елді көрдім. Қазақ сол кезде қарнын емес, ар намысын амаз алып қалуға тырысты. Сосын қара қағаз келді. Халық жауы деген жалға жаламен талай арыстар кетті айналып. Әкеден бала айырылды, жардан жар айырылды. Түнде кетіп
Қанға жетпегендер көп болды. Сол кез үнсіздік ең ауыр таза еді. Ал Семей, Семей полигоны. Бұл адамзаттың ар-ұятына салған қара таңба. Жер жарылды, аспан дір етті. Ал халыққа ештеңе болған жоқ деді. Заң бар болды, бірақ ол заң халық емес, қатыгездікті қолдады. Жарылыстың заңы адамнан күшті болды. Баланың кем тартуы есепке алынбады. Адамның көз жасы сыртқы жасылмады. Тек бұйрық орындалды. Ал жанның күйі сұралмады. Бірақ балам қаза сынбады. Жермен бірге күйсе де рухымен қайта тұрды. Қанша жобалар көрсек те тәуелсіздікке жеттік. Енді міне сендер басыңдар. Өткенді ұмытпаңдар. Ұмытсаң, тарих қайта оралады. Еске алсаң, ерлігің сақталады. Менің сөзім аманат. Жерге емес, жүрекке жазып алыңдар. Бұл қарапайым көрініс емес. Бұл бір халықтың тағдыры. Бұл біздің тарихымыз. Семей даласы 40 жылдан астам уақыт бойы ажал отының куәсі болды. Жарылыстың жаңғырығы тек жерді ғана емес, мыңдаған адамның өмірін өзгертті. Ана көзіндегі жас, әкенің үнсіз зары, аурумен күрескен сәбилер тағдыры, мұның бәрі сол бір зұлмат жылдардың шындығы. Біз бүгін сол қасіретті өз көзімізбен көрген, оның зардабын жүрегімен сезінген жандарға тағзым етеміз. Олар үнсіз ерлік иелері, олар төзім мен сабырдың символы. Күн кірпігін ашқанда ақыр дала көрінген, қалаға да сол тақыр қорқынышты өлімнен. Қасқырда жоқ ол жақта, арқарда жоқ құрыған, тек иттер мияулап, мысықтары ұлыған. Жер төсіне сол жақта атом сынға қаққанды, мекен дейтін халқы да қара халық аққанды. Жаратқанға сенгендей, өздері тым аңғалақ, мал баққан боп жүр әлі, маңдай тері сорғалап деген жолдар ауылдағы қазақтың басынан өткерген ащы шындықты бейнелейді. Қайран елім, әні Тұрсынбеков Шыңғыс. Қыздарымның қайда кеткен борымы, мейірімге зарықтырған заман-ай, 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 туған жердің ылайлайдау тонығы. Қайран едім, қайран жерім, қор болған-ай, жомарттығы зор болған-ай, жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Қайраттықта ата-баба мазарын, қасіреттің тарттық енді азабын, қом бетіңді ойып берген
көрпең қайда қазағым, қайран елім, қайран жерім, хор болған-ай, жомарттығым сұр болған-ай, жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Неге біздер өшеміз суаттан, неге біздер ажыраймыз тояқтан, туған жерді тоздырған заман-ай, 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 неге жерге кірмейміз біз тояттан. Қайран елім, қайран жерім, хор болған-ай, жомарттығым сұр болған-ай, жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Уәдеміз ядролық қаруға жол бермеу, бейбітшілікті қорғау, адамзатқа қасірет әкелетін әрекеттерге қарсы тұру. Қанша тағдыр қиылды екен білмейміз, қанша арман көмілді екен жыр дейміз. Сол құрбандар рухына біз бас иіп, бір минут үнсіз тұрып тілейміз. мың 1991 жылдың 29 тамызы тарихи күн. Бұл күні Семей ядролық полигоны бір жола жабылды. Бұл адам өмірін бәрінен биік қойған батыл шешімнің көрінісі. Қазақстан бүкіл әлемге ядролық қарудан бас тартудың үлгісін көрсетті. Біз бүгін тек еске алып қоймаймыз. Біз Семей полигонының жабылғанына 35 жыл толуын тойлау үшін емес, қасіреттің қайталануына жол бермеу үшін жиналдық. Қазіргі таңда ядролық қарудың адамзатқа қаншалықты қауіпті екенін ұмытпауымыз керек. Бүгін біз тек еске алып қана қоймаймыз. Біз уәде береміз. 8-ші сынып оқушыларынан құралған үгіт-насихат тобын қарсы алыңыздар. жыл тамыздың 29-ы даланы қақ жарды, ажалдың 30-ы Семей ядролық полигоны ашылып үнсіз қаралы тарих басталды сол тұста. 40 жыл бойы дірілдеді кен дала, жарылыстар жаңғырықты әр қырда. 1949 бен 1989 арасы қасіретті кезең болды халқымда. 456 жарылыс жасалды бұл жерде, 116-сы ашық өтті көкпелде, 340-ы жер астында жасырын сынақ болды адамзатқа сындемде. 1963 жыл тарихта жаңғырып қалған үн, жер үсті сынақтары тоқтаған күн, ядролық қаруды қолдануға тыйым салынып, Семейдің жарасы саған сол бір.
1,5 миллион адам зардап шекті. Тарих беті бұл шындықты жалған етті. Бір өңірдің ғана емес, бар қазақтың жүрегіне қара таңба болып кетті. 1989 жыл халық оянды. Қайратты үнмен алаңға жиналды. Невада Семей қозғалысы құрылып, әлемге қазақ дауысы таралды. Семейдің қасіреті сонмен сөйлер шын. Жапония, Чернобыльдан 2500 есе ауырсын. Бір ғана өлшем емес, ғасырлық ауыр сандар, жер мен адам жадында жазылған қара таңба. Семей ядролық сынақ алаңы үнсіз тұрған жаралы бел. Ғалымдар болжады 100 мың жылға кетер сел. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасар радиация ізі, 1000 ғасыр бойы жазылмайтын тарихтың сызығы. Ол қозғалысты басқарған ер тұлға Олжас Сүлейменов шықталға, ядролық қаруға жоқ деп, халығының жеткізді баршаға. 1991 жыл тамыздың 29-ы тарихта алтын әріппен жазылды сөзі. Нұрсұлтан Назарбаев жарлыққа қол қойып, жабылды полигонның қара көзі. Бұл шешім әлемге үлгі өнеге, бейбітшілік жолы ашылды келешекке. Қазақстан ядролық қарудан бас тартып, үн қосты тыныш өмірге берекеге. Бүгін біз бейбіт елдің ұрпағы, ұмытпаймыз тарихтың қасіретін тағы. Семей даласы үнсіз куә, тарихтың зарлы ауыр сынағы. Жер ана бізден мейірім сұрайды, табиғатта қорған болуды қалайды. Қарусыз әлем біздің арманымыз, болашақ соны бізден сұрайды. Полигон, қасірет, бейбіт өмір, қасиет. Бейбіт аспан біздің таңдау. Қасіретті қайталатпайық. Жер ана жарылысты көтермейді. Ядроға емес өмірге дауыс бер. Қарусыз әлем, қауіпсіз әлем. Біз айтамыз, Жарылысқа жол жоқ, біз айтамыз, қасіретке жол жоқ. Семейдің сабағы мәңгі есте. Бейбітшілік біздің талап, оны бұзуға жол жоқ. Ел болып тіледік тыныштықтың ақ таңын, бейбіт күн, ең қымбат сый бақ арманың. Жабылды полигон, бұл жеңісі еліміздің, жарқырап атты азаттық, шатты қарайым. Бүгінде көк ту көгімізде желбіреп, бейбіт өмірге қадамымыз нық, сеніміміз көп. Қасірет күндер ұмытылмас мәңгілік, сабақ боп қалсын ұрпағымызға жаңғырып. Тыныштық біздің ең басты байлығымыз, бірлікпен асқақтайды халықтық айбынымыз. Семейдің шерлі үні естен кетпей, бейбіт күн болсын, мәңгі өмірлік жалынымыз. 5-7 сынып оқушыларының орындауында «Пока не поздно» әні. Рядом, рядом, радость всегда. Надо, надо, твердый дать ответ солнечному миру. Да, 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 ядерному взрыву. Нет, 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 рядом, рядом, радость всегда. Надо, надо, твердый дать ответ солнечному миру. Да, 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 ядерному взрыву. Нет, 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 солнечному миру. Да, 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 ядерному взрыву. Нет, 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 нет. Ей дала, сен куәсісің бар мұңның, жүрегінде тамбалаған зар күннің. Біз ант етеміз бейбіт күнді, жерімізді қорғаймыз, қайталанбасын деп қасіретті сол түннің. Бір үн, бір дем, бір серт. Бір 1991 жылғы 29 тамыз. Тарих бетінде алтын әріппен жазылған күн. Бұл бейбітшілікті таңдаған елдің, болашақты ойлаған халықтың шешімі. Бүгін біз өткенге тағзым ете отырып, болашаққа жауапкершілікпен қараймыз. Бейбіт аспан ең үлкен байлығымыз, тыныштық ең асыл мұратымыз, бірлігіміз ең қымбат ерлігіміз, жеріміз аман, еліміз тыныш болсын. Хор, болашағы біз елдің.
Тоқбекұлына береміз. Ал, құрметті оқушылар, қадірменді ұстаздар, мынау бүгін сіздердің мектептеріңізде ата-баба дәстүр ұрпаққа аманат бағдарламасының бір бағдарламаның қорытынды несін беріп отырсыздар. Бұрында келіп жүрдім ғой бұл жерге. Мен сенгем осылай жақсы өткізетіндеріңізге. Басында бір күдік сияқты ойлап келген, мынау қиын тақырып қалай алып шығады екен деген сияқты. Жақсы өтті. Әсіресе мынау тура соңғы орындалған әннің өзінде де бір кәнігі әншілер сияқты вокалды түсіне біледі, бір-бірін тосып ешқандай дауысында ерекшелік, айырмашылық жоқ, жақсы орындап жатыр әннің бәрін, соңғы екі ән әсіресе. Содан кейін мынау сахналық көріністі жақсы ұнады. Мынау дауыс дикциялары кәдімгі актерлар сияқты, адамға сенімді өте. Мынау Нұргүл қарындасымыздың орындаған рөлі. Сосын тағы да анау ақсақал болып ойнаған бала. Тура кәдімгі мына Асанәлі Әшімов аталарымызбен жаңағы Бейкен Римова апаларымыз тыңдағандай болдық. Жалпы жақсы, биылғы жыл өзі мынау әділқазылар алқасына да жаныма шиттей уақытты. Қайсына бірінші орын берер екен деген сияқты. Орынға бәрі де таласатындай өте жақсы дайындық биыл. Барлық мектепте де. Бұл ненің белгісі? Бұл осы бағдарламаны жақсы түсініп, мынау қаңтар оқиғасы кезінде, ковид кезінде кішкене төмендеп қалған не болды? Қазір бәрі де жылдан жылға өркендеп келе жатыр. Бұл бағдарламаның аясы да, жаңағы осы бағдарламаның аясында біз мынау бұл мектепте әлі болған жоқпыз ғой деймін. Даналық мектебі деген бір тәрбие сағатын өткізіп жүрміз. Онда мынандай сынақ баға қойылмайды. Ана тақырыпқа байланысты ардагер аталарымыз бен апаларыңызды ертіп келеміз. Солардың әңгімесін тыңдап, сұрақ қоясыздар, сондай бір жақсы тәрбие сағатын өткіземіз. Енді жалпы жақсы 12-ші мектеп деген бұрыннан да мен неше рет келгенде жақсы өткізіп жүрген мектеп болатын. Табыс тілейміз. Мінекей мынау жас оқушылардың өзі жақсы орындауда ешқандай да не жоқ. Жақсы, рахмет. Құрметті оқушылар, ұстаздар, қонақтар, бүгін біз 12-ші мектепке келіп, өз биыл жалпы 2026 жыл өте даталы күндер көп, атаулы күндер көп. Біз енді 35 жылдық полигонның жабылуы, 110 жыл жаңағы көтерілістің жабылуы, одан кейінгі 95 жыл ашаршылықтың болған күндерінде біз сол тақырыптарды бөлдік. Енді алдымызда желтоқсанның қараша. Сонда қарасаңыз биыл өте күрделі тақырыптар өте көп. Оны да тағы бір мектепке бергенбіз. Сондықтан бүгін осы мектепке келіп Семей полигонының жабылуы, бұл бізге келген өте үлкен қасірет. Қаншама адам жаңа көрсетіп жатырсыздар. Ол жай ғана біз көрсеткенімізден біздің көрмегеніміз қаншама адамдар зардабын шекті. Мен өзім сол Семейдің жаңағы полигон болған жерге бардым, көрдім. Қарасаң, сұрасаң, елдің еңірегенде етегі толады. Сол бір көріністерін сіздер көрсетіп кеттіңіздер. Бұның өзіне де өте үлкен күш керек, өте үлкен қуат керек. Сондықтан осы бүгінгі ата-баба дәстүр ұрпаққа бағдарламасында көрсеткен көріністеріңіз үшін
дайындаған ұстаздарға мында бір рахмет айтамыз. Адамға өте керемет, әсерлі, көңіліміз қобалжып барып қайта айту көзіміздің жасын сүртіп қойып отырмыз. Рахмет сіздерге. Алла тағала бізге енді ондай жаманшылық бермесін. Біздің қазағымыз қанша қасіретті, қаншама қиыншылықты бастан өткізді. Енді ең соңғы осы 2 жылдың көлемінде болған қаңтар оқиғасы ғой, қарасаңыздар. Сондықтан ешқандай осы көк туымыз желбіреп, әнұранымыз айтылып, шарықтап жүре берейік. Денсаулық мықты болсын. Осы мектепте алғыр балалар өте көп болсын. Қарасаңыздар, мына керемет сүп-сүйкімді біздің оқушыларымыз. Осылар келешекте біздің үлкен, жақсы ел басқаратын, елімізді қорғайтын азамат пен азаматшалар. Сондықтан барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Енді мынандай зардап қайталанбасын. Аман болайық. Құрметті қонақтар, бүгінгі келіп отқан мектеп әжелері, мектеп ұжымы, оқушылар, бүгін өзі кішкене толқып отырмыз ба, көргеннен кейін қатты әсер етіп отыр. Бүгінгі іс-шараларыңызға ризамыз, өте тамаша, дайындықтарыңыз көп. Сырттан бастап көз алдымызға елестеп, ішке кіргенде біздің де жүрегіміз кішкене үрпілдеп, өз орны кішкене қозғалып тұрды. Тамаша көрсеттіңіздер, мінекей тақырыптарымыздың мақсаттарыңызға жетті деп ойлаймын. Көрнекіліктеріңіз, ұстаздардың, оқушылардың дайындықтары маған ұнады. Ризамын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Әр уақытта биіктен көріне беріңіздер. Алдағы тұрған сынақтың бәрінен сүрінбей өтіп, тек қана биіктен көріне беріңіздер. Көп рахмет. Қадірмен ұстаздар, оқушылар, бүгінгі іс-шара көңілімізден шықты. Өте жақсы дайындалған екенсіздер. Балалардың білімдері де, тәрбиелері де көрініп тұр. Бізге қатты ұнады. Былтыр біз кішкене ренжіңкіреп кетіп, биыл келмей жақсы жасадыңыздар, жақсы. Ал енді мектептің іші осындай гүл жайнап тұрса, мен енді өзім қатысыбас болып мектептің сыртында гүлдендіруге көктемде менен келіп гүл алып кетіңіздер. Ал енді бата берейік бүгінгі оқушыларымызға. Ағызайым оңдасын, Қыдыр баба қолдасын. Асқа адалдық, басқа амандық берсін. Жаратушы құдірет, жарылқаудың қамын ет. Жүгір басты пендеңе назарың салып өт. Қадамдарын сәтті қыл, өмірлерін тәтті қыл. Жанды қыл, жақты қыл, малды қыл, бақты қыл. Не тілесе тілеуін алдынан бері Алла тағала. Мына оқушыларға айтарым, арынды болсын шабысың, алымды болсын табысың. Қиындықтан қорықпа, өсетін жасқа бәрісін. Өсіп өніп өркендеп, білімнің жетіп шыңына, дүбірленген даңқтарыңды бүкіл қазақ елі танысын. Илахи амин. Аллах. Мектебіміздің сондай белсенді оқушылары. Бүгін Талдықорған қаласы бойынша ата баба дәстүрі ұрпаққа аманат деген бағдарлама өтті. 20 жылдан асып кетті. Қала бойынша балалардың, мектеп оқушыларының бойында патриоттық сезім, отанына деген сүйіспеншілік, өзінің елін, туған жерін, тарихын білу үшін құрылған бағдарлама болатұғын осы. Мінекей біздің мектебімізге берілген тақырып Семей Невада қазақ халқының қасіреті деген тақырып берілді. Осы тақырып арқылы біздің мына жерде тұрған балаларды, жалпы мектептің 1600 оқушысының барлығы қазақтың тарихындағы бір өшпес қалдырған қасіреті туралы тарих бетін ашып, тағы да бір шолып, біздің жеріміз қандай, байлығымыз қандай еді, бір-бірімізге деген ынтымақ белгісін, бір-біріміз отанымызға деген сүйіспеншілік белгімізді, бір-бірімізге қадір тұтып атқан қасиетті қазақтың қасиеттерін осы арқылы балалар бойына сіңіре білдік деп ойлаймын. Өйткені біздің балалар осы
тақырыпты ашу үшін тарихты ашты, тарихтың беттерін ашты. Біздің семейдің тұлғаларыменен кездестік те мектебімізде. Олардан сұхбат алып, балаларменен іс-шаралар мектепшілікте өтілді. Соның нәтижесін бәрін жинақтап, бүгін осы даладан басталған көрініс, балалардың ядролық жарылыстың химиялық ғылыми жағынан кішігірім жарылыс тәжірибе көрсетті. Содан кейін сол 49 жылдан білесіздер, қазақ халқының қандай соғыс біткелі 45 жыл бітсе, 49 жыл жарылыстың басы өзіміздің Семейде басталып кетті ғой, көрдіңіздер ме? Соны балалар түсініп, оның күші қандай, химиялық жағынан оқушылар тәжірибені көрсете білді. Жаңағыдай ол Марганцовка не деп ойлап қалмаңыздар. Соның жарылысын кішігірім көрсетті. Ал енді соның күшінің қандай екендігін жаңа балалар айтып, әртүрлі цифралар жеткізіп жатыр. Сонымен қоса балалардың бойында тәрбиелік нағыз қандай өлеңдерді таңдап аламыз. Бізге рух беретін қандай өлең, рух деген тақырыптағы өлеңді ашып отырып, жалпы балалардың бойында мінекей Олжас Сүлейменовтің кім екені өткен тарихта айтылмаса, осындай іс тәжірибелері, осындай іс-шаралар арқылы балалар танып біледі, өйткені ол да тарихтың бетінде қалып қойып бара жатыр. Сондықтан ең үлкен рахмет айтамын, ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат, сіздердің тақырыптарды таңдай біліп, осы әрбір мектеп осыны аша білсе, ол бойындағы білім деп, осы білімді қалдырмасын, осы біліп жүрсін, Семейдің тағдырының қандай болғанын, және тәуелсіздік алып, осы тәуелсіздіктің нәтижесінде қандай дәрежеге жетіп, мінекей жерімізді, елімізді, құсымызды көрсетіп жатырмыз, бай елімізді. Осы мекенде, осы жерде өмір сүретін біздер, қазақтың балалары, қазақ мемлекетіміздің қандай тұғырлы ел екенін көрсетіп білу үшін біз барлық жағынан ашуға тырыстық. Сондықтан құрметті балалар, барлықтарына үлкен рахмет. Әрбір әнді айтып жатып, қандай бойларына рухпен айту керек екенін түсініп жатқан мына оқушыларымызға бәріміз алғыс білдіргіміз келеді. Ұстаздар әрбір балаға айтып, жеткізіп, осындай дәрежеде көрсете білген ұстаздарға мың алғыс, ата-аналардың балаларға Олжас Сүлейменовтің рөлін ойнап жүрген біздің жас маманымызға үлкен рахмет. Бірлестіктері жаңағы мәңгілік бала деген трагедия ғой. Сол кездегі трагедияны ашып көрсеткен Нұргүл Мұқанова қайдасыз? Сондай жаңағы көріністі көрсетіп жатқан Шынар Мамырғажиевнаға үлкен рахмет. Балалардың шыңғыс мінекей патриоттық өлеңменен сондай композицияны құрған Зüleyxa Молдағалиевна ауру баласының оның зардап шеккен қандай мінекей көріп отырсыздар ғой, семья отбасыларда қандай мүгедек баласы бар, ауруға шалдыққан, әлі күнге дейін қан ауруларына шалдығып жүрген, осы зардабын шегіп жатқан, осының бәрін көрсетіп балаларға жеткізіп, түсіндіріп, оны балалар түсіне біліп көрсете білген балаларға мың алғыс. Ата-анамыз бар осы жерде, оқушыларымыз бар, бүткіл қызметкерлердің барлықтан алғыс айта отырып, мінекей бағасын айтып жатқан Әділғазы мүшелеріне де жақсы сөздерін алып, әсер алып жатыр. Ол деген сөз, яғни біздің еңбегіміз еш кеткен жоқ деп ойлаймыз. Осымен шарамыз аяқталды. Келіп барлығымыз суретке түсек. Сіздермен бірге ешкім тарқамайды. Осылай Thank you.